негізі. Кешегі эфирді енді сіз қатты жылағаныңыз бар екен. Иә. Байқадым. Ауыр тиді ма сізге? Әрине, Баласахан кімге ауыр тимей жатыр, барлығымызға ол ауыр тиіп жатыр, сол қол. Жалпы бұл жағдайға деген сіздің ойыңыз қандай? Білмеймін, Баласахан, ештеңе айтқым келмейді. Менің ойымша сіздің айтарыңыз бар сияқты бәрібір де. Қайта-қайта оқталып айтқыңыз келді жаңада. Бір көзқарасыңыз. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс? Әлде мен айтқаннан кейін, дүниелерден кейін ойыңыз өзгеріп бара жатыр ма? Жоқ, негізі мен Асылжанға бір қарсы болған, кішкене Асылжанға жеккендердің бірі болған. Негізі сен неге өйтесің, сен ұятсыз екенсің, сен мынандайсың деген кішкене айып таққандардың бірі болған. Бірақ та кішкене Асылжан әңгімесін тыңдай келе, Асылжанды түсіне келе, ол ойларымнан кішкене қайтып жатырмын. Ол наоборот айтқандарыма өкініп жатырмын. Қазір ойыңыз өзгеріп жатыр дегенмен, әрине оңай ситуация емес. Күліп, күндей болып жарқырап кіретін едіңіз. Бүгін көңіл күй жоқ. Не болды? Ал? Бүгін жаңбыр жауып тұр деймін. Жаңбыр жауып тұр дейді. Не болды? Кездесу болып па еді жалпы? Бізде кездесу болған жоқ. Негізі менің басында осы жақтан той біз шықтық қой. Біз шыққан эфир күні кешке қарай айттым мен. Давай біз кездесейік, менің айтар нәрселерім бар Бекзат саған. Түсіндірер нәрселерім бар. Өйткені эфирге айта алмайтын жеке өзіңнің нелерің болады. Жеке қалай айтсам, жеке бас проблемаларың болады, соларды мен түсіндіргім келіп бұған. Отбасылық жағдайымды барлығын ашып айтқым келді, түсіндіріп барлығын істегім келді. Но бірақ бұл кісінің жұмыстары шығып қалды. Бір досына бару керек болды. Ладно, түсіндім. Мен достарыма кеттім өзімнің. Ертесіне той болды. Тойдан кейін де өзім жаздым. Өзім жаздым. Жаздым да сұрадым. Біз кездесе аламыз ба? Ладно, мен шаруаларымды тындырып жүрмін, бірақ мен айттым. Мен тоже достарым бір туған күнге шақырған болатын, бірақ мен айттым. Давай кездесетін болсақ, мен оларды кейінге сұра салайын, мен сізді таңдап барып тұрмын, давай мен сізге қарай фокус қояйын деген сияқты әңгіме айтып жатырмын. Жоқ, бұл кісі көрем, мен шаршап тұрмын, мен достарыма сол кісімен кету мүмкін деген сияқты әңгімелер айтты. Ладно, мен оған да қарадым, бірақ менде реніш болды. Неге? Мен таңдап келіп тұрмын, бұл кісіні бақылаймын, бұл кісіні қараймын. Менің анам мысалы рұқсат еткен жоқ. Қараңызшы, ханзадалықтан бері мен бұл кісіні бақылаймын да, содан бері мен мамадан күнде сұранам. Отбасымнан күнде сұранам, әулетімнен кәдімгідей барайыншы Бекзатқа деген сияқты. Соңында мен рұқсатымды алып келемін да, бұл кісіні дәл осы жерде барлығының алдына мен көтермелеймін. Ер азамат қой, ладно, Қызылордалық ер азаматын деп көтеріп жатсам, өзімнің емес, жалпы ер азамат ретінде көтеріп жатсам, бұл кісі келеді да мені түсіре салады, мен стори салады. Ол жерде менің туысқандарым жүреді. Общий отбасылық әулеттік шат бар ғой, соған Мадикошым дейтін жазу тұрды, қызыл жүрекпен. Соны маған сестрам жібереді ғой. Сен таңдап барған балама мынау дейді да маған кәдімгідей бір түрлі. Мен дейді, неге? Өйткені ол маған ауыр тиеді. Неге мен осы жерде қаншама адамға қарсы шығамда Бекзатты қорғап алам, маған артынан сондай сообщениелер келіп тұрады. Өзінен сұрасам, бұл маған нормально дейді. Маған нормально емес. Мен бірақ сырласуда мен былай айтқан болатынмын. Бекзат, ладно, сен видеоға түс, ладно, фотоға түс, бірге отырсыңдар ғой, достарың ғой. Бірақ түртіп айтып кеттім. Ертеңгі күні эфирге шықпайтындай, мені біреудің алдына жем қылмайтындай, әңгіме сөз келмейтіндей болса екен дедім. Тасық тоқтасын. Бірақ соның шегіне жеткенше, дәл осы нәрсе әңгіме сөз ретінде шықпаса екен дедім да. Ладно, мен рұқсат етейін. Ладно, бірақ біз, бұл кісі айтады да маған, біз жұп емеспіз, маған етінірім. Жұп болуға дейін маған ұнамайтын тірлікті бұл кісі неге жасамайды? Біз жұп болуға дейін баруымыз керек қой. Ал оған дейін бұл кісі сол нәрселерді маған ұнамайтын, маған қарсылық жағдайларды жасамау керекті. Ал жоқ, маған бәрібір, маған нормально, маған ұнайды, мен алып тастамайын. Сол нәрсені біз жарты сағат талқылаймыз, 40 минуттай талқылап, видеомен сөйлесіп отырсақ, 2 минуттан кейін Мадинамен фото салып тұр постқа. Құшақтасқан. Еще тикток, еще тағы нәрсе бар. Мен сестрам жібереді. Мадинамен бір тикток түсірген. Мен сестрам маған ауыр тигені бір неде видеода екеуі былай қарасып қапты да. Маған айтады, сенің таңдап барған жігіттің басқа қыздармен сүйсейін деп тұр ғой дейді да маған. Мен ба? Бетекші, мен былай айтайыншы, Мадинаның кішкене сәл сабап қоя тұрайын. Мен үшін кездеспедім. Кездесу болған жоқ. Мен бірақ кездесу болмағанына өзімді кінәлі деп есептемеймін, және де ол нәрсеге өкінбеймін. Мен кездесу сылтау айтпай қояйын. Менде уақыт болған жоқ, мен жұмыстарым болды деп өтірік айтпаймын. Шынымен де мен кездескім келген жоқ. Мен былай айтайыншы, Баласахан, шынымды айтайын, мен болашақ жарымның бойынан көргім келмейтін қасиеттерді, болашақ мен балаларымның анасының бойынан көргім келмейтін қасиеттерді Индираның бойынан көрдім. Байқадым демеймін, мен көрдім. Жоқ, қараңызшы. Жоқ, мен до конца айтпаймын. Сен тыңдадың ғой, мен шыдамын мен.
Баласаған мен былай айтсайшы, былай нақты түрде айтсам, алдымен басын ашып алайын. Мен негізі ата-анамның тәрбиесін көрген. Мен енді шалмен кемпірдің баласымын. Ата әжемнің тәрбиесін көріп өскеннен кейін мен қыз баланы төмендеткенді жаным сүймейді негізі. Төмендеткенді немесе жаманатты қылғанды жаным сүймейді негізі. Содан кейін енді сен әңгіменің бәрінде ата-ана мен туыстарым деп бересің. Сондықтан сөздің басында алдын ала сен ата-анаңнан кешірім сұрағым келіп тұр. Иә, енді әңгімені бастасам. Негізі Баласаған маған бірінші кездесуден ақ кішкене өте жақын қарым-қатынаста болғысы келетін, қолдан ұстағысы келетін, құшақтағысы келетін, беттен сүйгісі келетін. Құдайдан сүйгісі келіп, өзін сүйгісі келетін қыз ұнамайды. Мен оны болашақ әйелім ретінде көре алмаймын. Ол мен үшін бір қыздарда бар ғой, бір red flag деген нәрсе білесіңдер ғой. Red flag деген нәрсе менде сол. Яғни айтқанда мен оны бір жаңағы енді сен қатты айтып жатсың ғой, жаңағы сүйісіп кетейін тұр деген сияқты кішкене артық кетіп жатсың. Мен де айтайыншы, ол нәрсе мен үшін жиіркенішті көрінеді прям. Мен үшін ол адамға деген менің кәдімгідей зауқымның кетіп қалуына ол нәрсе, сол нәрсенің өзі бір себеп болады деп айта аламын. Ол біріншісі. Одан кейін енді былай айтайыншы, одан кейін Индира бүйтейікші, сен енді алдындары мені қорғап, күшті болып, енді ер азамат мынандай болу керек, ер азаматты кәдімгідей жоғары ұстауың керек деп айтасың ғой. Бірақ кішкене давай өзіңнің шынайы лицоңмен, шынайы бейнеңмен осы жерде сөйлесейік. Мені Индираны мен қабылдаған себебім, енді үміткер қабылдадым ғой. Индираның негізі сыртқы келбеті менің типажыма келмесе де, мен оның ішкі әлемі, кішкене парасаттылығы, ақылдылығы, ер азаматқа деген кішкене сыйластығы қызық болды. Мен сол нәрсені ашқым келді, сол нәрсені білгім келді, үңілгім келді ары қарай. Бірақ та негізі сөйтсем ол тек маған ұнауға деген, және де осы жерде кішкене маған жағуға деген кішкене тек қана маскасы ғана болып табылды. Мен ол нәрсені кішкене нақты біле алдым деп айтайыншы. Одан кейін болды, енді Мадинаның әңгімесіне көшетін болсақ. Мен айта кетейінші. Жоқ, бірақ Бекзат, жоқ, бір маска дейтіндей. Не болды араларыңызда? Қараңызшы, маска дейтіндей, былай мен, кешіріңізші сөзіңізді бөлейін. Маска дейтіндей, бірінші күні былай болды да, мысалға осы жерде қаншама үміткерлер келіп жатыр, қаншама таныстықты айтып жатыр да, типа бұған басқалардың несі қызық сияқты деген сияқты үміткерлерден шығып отыр ғой. Мен Бекзатқа айттым, Бекзат дедім, давай екеумізден басқа ешкімден талқыламай-ақ қояқшы. Давай мен саған таныстыққа келдім, мен сені зерттеп келдім. Давай дәл осы жерде Бекзат екеуміз туралы ғана әңгіме болсын деген ғана әңгіме болды. Болмаса бір мен Бекзатқа ұнауға болмаса, мен осы жерде басында айттым ғой, мен 2 жыл болды отношение құрманыма. Мен жұмыс істеп кеткенмін. Мен даже қалай жігітпен өзіне де айттым, жігітпен қалай сөйлесу керектігін ұмытқаным. Бірақ жақындасу, болмаса басқа керек емес дәл ондай нәрсе. Өйтіп өзін алып шығу мақсатында, ладно, сосын андай нәрсе болды. Мен қорғаштаймын осы жерде, барлығына қарсы шығамын, келеді да маған келіп, маған сенің ата-анаңның ойы маңызды емес. Мадинамен неге сурет салып жатсың десем, енді бір-бірімізден подписчик алмасуымыз керек қой дейді. Мен де подписчик жинап алсам болады келіп. Бірақ мен Бекзатқа басында айттым, давай Инстаграм, ТикТокты тоқтат тастайық та, мен саған келдім ба, мен саған қызық келдім ба, мен саған фокус қояйыншы дедім. Инстаграм несетін болсам, мен келіп неге Бекзатқа айтпаймын, ойбай Бекзат мені Инстаграмға салшы деп отырсам болады. Бір Инстаграмға салынған жоқпын, болмаса Инстаграм туралы әңгіме айтқан жоқпын да. Енді бұның әңгімесі Мадинамен подписчик алмасуым керек. Бұл жерге келгеннен кейін поддержка беруім керек дейді. Поддержка берсін онда, үміткер қабылдамасын ешқандай да. Мен ғана емес, өткенде осы жерде айтып кетті, барлық айтты, сен де жылап кетесің деді, саған дейін де жылап кеткен деді. Өзі де айттым, менің 7 үміткерім болды, мен ешқайсына бір керемет қылып қараған жоқпын деді, душевно қараған жоқпын. Әшейін мен фото видео үшін шыға саламын дейді да. Не сонда, неге отыр бұл жерде? Оны әңгімешілмен айттым. Үміткерлерімді мен қабылдадым, бірақ та бір әңгімеден кейін маған ұнамай қалғаны рас. Алдында осы жерде айттым ғой, бір әңгімеден кейін мен кішкене үміткерге деген зауқым қашады деп айттым, Жаңа айтып жатсың ғой енді, не надо ондай әңгіме, жақындасу деген сияқты. Вот именно маған ондай қыз керек емес. Индира, қараш, сен қазір өзіңді күшті қылып ұстап отырсың. Мен түсінемін сені, бірақ та сен менімен қалай сөйлесесің? Телефонмен болсын, былай болсын, сен менімен қазір солай сөйлесші. Мен бұл жерде статистика туралы, мен бұл жерде сен қай үшін келдің деген әңгіме айтқан жоқпын. Сен соя қарай кетіп жатсың. Мен сені нақты маған менімен қалай сөйлесесің, осы жерде солай сөйлес деп айтып жатырмын. Енді мен саған дейді былай ғой. Мен эфирде келіп алып, бүйтіп Бекзатқа сөйлескенде, ладно, біз қыз бен жігітпіз да. Жоқ, қалай сөйлесесің? Мен айтып кетейін. Отношениеге дейін былай сөйлесесің да, біз жеке отырып қой енді. Бүйтіп мысалы қыз ретінде мен майысам Бекзаттың алдында. Мына жерге келіп майысып отпаймын ғой мен. Жоқ, майысып отырамын, базар жоқ. Өйткені енді өзінен қалай ұстайды, өзін не болды? Мәселе ондай емес. Негізі бағанағы Мадинаның мен шықты ғой. Мадинамен осы жерде той болған кезде біз осы жерге шықтық қой, видео айналып. Жай ғана видеоға ол Мадикошым деген бағанағы сөзді негізі қолдаушылар жазған. Мен оны даже көрмеген де, мен оны өзіме қабылдай салғам. Өйткені ол жерде артық дүние жоқ. Кішкене мен оны ұстау, қысу, сүю деген нәрсе жоқ ол жерде. Сондықтан қабылдай салдым. Одан кейін біз шықтық, асхана отқан кезде оны бұл жерде куә деп ойлаймын негізі. Бұл жердің өзі куә.
ана жер оттықта кішкене маған хабарласты, менің бір болады ғой, өте бір агрессивмен, мынау чоза деген сияқты бүйтіп жазып жүрген. Сосын мен артынан өзім хабарластым, видеомен айттым, бұл сен бұлданатындай, сен кішкене нерв болатындай нәрсе емес. Бірақ артынша түсіндірді, мен неге Қарашы айтайын, мен догаз айтып тастайыншы Индира, көре тұр бірінші мені. жоқ айтып отырмын. Мен солай түсіндіріп жатырмын, сен нерв болатындай бұл бас ауыртатын нәрсе емес негізі. Жай ғана қолдаушы істейді, мен өзіме ала салдым деген сияқты айттым. Сөйтті да бұл қоймай жатты. Бір жайдың өзі айтты маған. Маған сондай емес негізі, кәдімгідей агрессия танытып отыр саған деген сияқты. Осы мен кішкене басым қатып кетті шынымен. Сосын телефонды, болыптан да өзің көресің, телефон сыса жіберді. Сондай әңгіме болды. Одан кейін ладно дедім, мен жолда жазып бардым, үйге баратым, үйге барғаннан кейін сөйлесеміз дедім. Үйге бардым, үйге барғаннан кейін де сағысудым Мадинаның әңгімесі. Мен сол кезде білдім, ер азаматты сыйлайтын, ер азамат деген биік тұру керек дейтін қыздың сол кезде аузынан ақ ет кіріп көгешіп кішкене. Мен саған боқтап бір басқа алдым ба не? Боқтадың ғой сен. Сен кәдімгідей боқтайды екенсің негізі. Мен соны түсіндім просто. Давай қане қайтып боқтадым, айтып бер давай. Боғауыздың бәрін айтып берейін ба осы жерде? Айтып бер давай. Қайталауға қажет жоқ оның бізге. Вот именно Балауса ханым. Жоқ, Балауса ханым мен айтқан болсын, пожалуйста, шығарсын болмаса. Мен айтқан болсам, мен бірақ сөз айттым. Ладно, бірақ сөз айттым. Мойындаймын мен оны. Бұдан басалатын бір сөз айттым. Бұл қалған боқтық айтқан жоқ мен бұған. Жоқ, Индира, может саған сен білінбеген шығар, бірақ сенің анау агрессияңды, сенің анау боғауыздарыңды мен ешқандай қыздан көрмеген екенмін. Одан кейін мен ойладым, бұндай Индираны енді сен сияқты төмендікті еркектен көрмеген екен. Сосын тағы бір әңгіме болды да. Мен бұған айтамын ғой, менің алдында еркектік мысыңды көрсетші деймін ғой. Сөйтсем мен подкаблукпын ғой дейді. Бұған айтып жатырмын да, Индира андай Индира. Жоқ, мен бұған былай айттым да, ол жерде еркектік мысың неге көрсет деп жатырмын да. Ей, сен шамалы дейтін өзіңді сыйлата білсей, ұрысып қалдық та бүйтіп. Сол кезде мен айттым, Бекзат дедім, мен сенен күтетінім просто бір еркектік мыс қана. Ол жерде мен саған айтып жатқан жоқпын, ойбай деп. Сен жай ғана мен ұрысып кетіп жатқан кезде, сен жай ғана мысыңды көрсет та, Индира қой деген сияқты әңгіме айтсам, мен подкаблукпын ғой дейді да. Мен подкаблук боламын дейді. Былай айттым мен. Маған бүйтеді. Маған негізі мысты еркектер ұнайды дейді. Маған прям бір айтқанда қойдыратын, мені қой десем, мен прям басылық болуым керек дейді да. Мен айтамын, мен ондай емеспін деймін. Мен прям мойындай аламын, мен егер үйленіп жатсам, мен әйелім алда подкаблук боламын деп айттым. Екен, Алишер. Иә, енді тойда болған адамдар сөйлесін. Жалпы Бекзат подкаблуктың деген сияқты айтып отыр ғой, енді бір жағынан мойындап тұр ғой, енді главный мойындағанда ерлік бір жағынан. Енді былай келетін болсақ, енді Бекзат жалпы біз ортаға шыққан кезде де жаңағындай сен неғып оны бүйтіп жатсың, сөйтіп жатсың деп бір ақылсымақ бір жігіт қой бұл негізінде. Бірақ өзі қазір қызды жерден алып жерге салып, ойбай бұл қол ұстасуға жүгірді дем, анау дейді, мынау дейді, енді білмеймін бұл негізінде. Өйткені жалпы алдындағы ортаға шыққан кезде Индира сені мақтап отқан кезде сол кезде айтпайсың ба? Дұрыс па? Сен мақтаған кезде отырдың ыржың қыдыржың деген сияқты. Тыңда, мен айтып алайын до конца. Бір жағынан. Сосын міне Индира ханым, көрдіңіз ғой, біз сізге сол кезде талай айттық негізі Бекзат жайлы. Міне мақтаған Бекзат тойда бір емес 10 рет жасайтын нәрсесін негізін айтайын. Ол кезде тойда болдық қой. Жалпы тойда біз отырдық. Мен, Аягөз, Мадина, Бекзат төртеміз отырдық. Енді білмеймін, жалпы Бекзаттың сол моментте Мадинаға жақындаған моментін біраз көрдік. Бір қарасақ, таң қалдырған нәрсе енді жаңағын айтып жатыр ғой, қолымнан ұстағысы келді деп. Ол жарайды, сен деген Мадина аяғынан ұстап отырды. Ол рас, Балауса ханым, шыны керек. Жоқ, жақсы, болдың ба Алишер? Жоқ, болған жоқпын әлі. Сосын сол моментте Мадина шығып кетті. Бір екі неме болмай қалды да, сол кезде кәдімгідей тыпыршықтап, Мадина қайда? Мадина неғып кетіп қалды, бірдеңе деп. Мадинаны іздеп кетті кәдімгідей. Бірақ енді Алишер, олай артық кетпейік, бәлкім олай болмаған шығар. Мадина өзі болса өзі айта қоятын еді, егер де олай болған жоқ деген сияқты. Қазір Мадинаға да нұқсан келуі мүмкін. Айтқым келіп тұр. Алишер, енді ол саған нормальный болса, если бірінші кездесуде солай құшақтасу, бірақ нормальный ғой ол нәрсе. Саған нормальный отыра бер. Бірақ та бағанағы Балауса ханым айтқым келіп тұрғаны, аяқтан ұстау деген нәрсе бар ғой. Аяқтан ұстау деген нәрсе ол былай болды. Мен артында отты ғой, Алишер, біле білсең. Артында отты, ол бет тепті да, просто тепкен кезде мен аяғын алдымда ысырып өттім. Просто былай ысырып өттім аяғын ұстап. Жақсы. Оны Мадина өзі келгесін сұраймын. Подкаблуктар бір-біріне әйтеуір пікір айтқыш қой. Әйтеуір Индира, қош келдіңіз. Енді көзіңіз ашылды деп ойлаймын да, өйткені енді алдында шырып-пырып болып, осы жақта қорғадыңыз да, Бекзатшы. Осы жақта бүжайымызды айтып кетті ғой. Алдыңға келген үміткері де осы жақта жылап кетті депші. Сол кезде де осында Жасминаның темасы да шыққан еді. Ойбай, Жасминаға барып жүр, қасынан шықпай жүрді деген. Сол кезде сенбеп едіңіз, сіз енді көзіңіз ашылып, розовый очкеңіз бір шешілген сияқты да. Айтқаным үшін кінәлім болсында, мен сонда кәдімгідей кінәлі болып қалуым керек па? Қара, ол нәрсе өтірік емес. Ол нәрсе шын. Если мен жалған айтып жатсам, сен айтсаң болады. Если қара саған, тота мен саған айтайын. Мен сені білем ғой. Еркешпен араларында не болғанын барлығын білем. Мен барлығын ашып айтпай ақ қояйын. Саған таныстықтың басында қол ұстасу, құшақтасу барлығы нормально болатын болса, онда әңгімені айтып отыра бер. Сен фактпен сөйле. Фактпен сөйле. Қалай дәлелдейін саған? Мен көзбен көрген нәрсе. Мен де көрген нәрсе, естіген құлақмен де. Жоқ, мен айта кетейінші. Жақсы, иә.
жоқ былай да мысалға келген үміткерлер ұнамайды екен да, келген әр үміткерге тұрады да, ана қызың мына жері, мына қызың мына жері ұнамай қалды, келеді новенький қыз келеді, я ладно, жаңадан қыз келсе соның қасынан шықпай қояды, ана қыз келсе ана қыздың қасынан шықпай қояды, то бір қыздың то ана қыздың қасынан неше түрлі әңгіме шығады да, неге бұл үміткер күтіп отыр онда бұл жерде? Неге үміткер күтіп отырасың? Я қыз ұнамаса, я басқа ұнамаса, бұл неге үміткер күтеді? Сонда бізде Үміткерді сыйламайды, басқа қылмайды. Ладно, рахмет, сыйлады бірінші күні. Мен айттым, сыйласына өте керемет. Мен төмен түсірмеймін бұл баланы ше. Өте жақсы бала, ата-анасы өте жақсы тәрбие берген. Бірақ Сіздің талабыңыз бойынша басқа келген ғой, жалпы басқа қыздармен Инстаграмда тым жақын сурет салмау керек, солай ғой? Я, мен айтқан Ал жалпы бірақ салғанына қарсы емессіз жоқ, ғой? жалпы салғанына қарсы емеспін. Бірақ жаңағыдай әңгіме сөз Неге болатындай тым болмасын. жақын дейді? тым жақын болғанда балауса ханым қараңыз, негізі мен пост салмайтын болғанмын, негізі ол пост салмайды, просто историяға бір алдағы уақытта саламын деп ойлағанмын. Просто кәдімгідей 2-3 сағаттап, неқта болсын, эфирде жүрген кезде болсын, үйде болсын, миым жегеннен кейін мен оны ерегісіп салып қойғанмын. Может, мен Ерегесіп Жоқ, Аягөз. Енді бағана Айданың сөзінде қалып кеттім да. Подкаблучник деген сияқты әңгіме айтып жатыр ғой. Жалпы енді бұрында сен өзің Алишерді бір подкаблучник қылып көргің келген шығар, бірақ мен Алишерді осы жерде төреме шығаратын адам. Қазір шәңкіл демей, мен бірінші тыңдап алайын. Сондай әдетің бар еді ғой. Жалпы айта кетейін, шәңкіл демей ма, оны өзім білем, личныйға өтпесін, түсіндің ба? Тыңдамаймын. Сол жалпы айта кетейін деп едім, осы жерде екі адамның ойыншығы болып қалған адам Алишердің жағына қарай сөйлемей қойса деп айтқым келеді. И больше біз жаққа қарай ондай пікір айтпауыңды талап етемін, потому что сен осы байқаймын болса ханым постоянно бар ғой, бізге тиісіп бастайтын өзі. Біз ештеңке демейміз, мен, конечно, ит үрет, керуен кешет, мен оның сөздеріне мән бермеуге қанша рет тырыстым, бірақ осындай нәрселердің қоюын талап етемін. Шыдамның да шегі бар болса ханым. Балауса ханым мына жерде мені Алишерді көкке көтерем, ойбай төбеме шығарам деп әңгіме айтып отыр ғой. Осы жерде қаншама халықтың алдында Алишер мен алдында подкаблук деп өзі айтқан болатын да. Келіп маған үйтіп әңгіме айтпай ақ қой. И сендердің араларыңа түсуге де бір желаниям жоқ. И мына жерде мен саған айтайын, мен өзім қатысушы болғаннан кейін мен пікірімді айтуға мен құқығым бар. Оған сен жауап бермейсің, түсіндің ба? Я түсіндім, сенікі дұрыс. Балауса ханым, мен өткенде ше, мына жерде подкаблучник айтады ғой деп отыр ғой. Енді мен Бекзатты подкаблучник деп ойламаймын, потому что подкаблучник былай сөйлемейді ғой. Және де өткен жолы мен осы таныстыққа ортаға пікір айтқан кезде, ойларының ұшарын жел біледі, қонарын сай біледі деп айтқан кезімде Бекзат маған ренжіген еді. Және де мен осы жерде айта кетейін, Бекзат сенің ренішің орынсыз болған сияқты, мына қызды осындай жағдайға жеткізіп отырған сенің өзіңсің мына жерде. Және де сен, мен білетін болсам, сен былай қызды төмен түсірмейтін едің баяғыда. Вот именно. Вот. Мен ешқандай қызды бүйтіп төмендетіп тастаған көрмеппін, және де не үшін төмендетіп жатқанын мен вообще түсінбей отырмын да. Сенің сонда ата-анам берген, ата-әжем берген деген тәрбиең қайда қалды бауырым? Қара, айтайыншы балауса ханым, мен бұны неге істеп жатырмын қазір. Негізі бір сөйлесің, негізі кеше кездескен, яғни кездескен жоқпыз, просто кеше айттым мен. Ертең ортада екенбіз, сөйлесу керек. Бір жағынан хотя бы мен андай болды да ойым, хотя бы кетсек те сыйласыспен кетейік деген ой болды. Мен бұны айтқым келмеген негізі. Хотя фото видео сыйлайық деген кезде бұл айтты маған. Жоқ, мен бармаймын, мен кездеспеймін, осын ертең спрос сенен алсын дейді. Жоқ, алсын деген жоқ. Мені көтеріп тұрған қыздың просто өйстіп айтып тұрғанда сен ортада көмілгеніңді қалаймын деген сияқты. Сен направленно айтып тұрғанда мен кішкене шынымен де ішім ашып кетті. И так мен өзім кәдімгідей бұл қызға андай бір менің таңдауымдағы қыз кәдімгідей қарама қайшы екен ғой бұл қыз деп отырған қыз, ана әңгіме айтқан кезде вообще мен қаным қайнаған. Давай мен толықтыра кетейінші. Былай болды да, біз сөйлесіп жатырмыз. Бұл маған айтады, типа, Индира, сен маған емес, мен саған кездесуіміз керек деп, сосын сен маған отказ жасаған, сен маған қызық боласың дейді да. Сосын вообще мен қызығым кетіп қалады Бекзатқа ше. Тұрам да, мен неге таңдап келдім, мен неге сонша ата-анамнан рұқсат сұрап келдім бұл балаға дейтін. Ішімде күйік болып кетті да. Сосын бұл тағы бүгін бос болмайды шығар дедім да. Мен тұрам да, кешке жазған жоқ мысалға ше. Кешке эфирден шыққаннан кейін 1-2 сағаттан кейін жазып тұр да. Сосын мен подругаларыммен бір жерге барып отыруымыз керек болады да. Мен соларға мен не істеп қоямын, айтып қоямын, барам деп. Сонымен бұл жазып тұрады. Қайырлы кеш, не істеп жатсың, осындай да осындай деп. Мен тұрамын да, бәрін жазамын, не істеп жатсың деген кезде мен подругалармен шығайын деп жатырмын дедім. Сосын ертең эфирге шақырып білесің ба десем, бұл білмейді оны. Тұрдым да айттым, онда білмесең жүре бер дедім. Мен подругалармен шығам қазір. Видео түсіру керек еді ғой онда дейді да. Только видео үшін ғана шығып да. Сосын айттым, Бекзат дедім, видео үшін болатын болса, екеуміз бүйтіп сыйласу үшін, сөйлесу үшін болмаса, мен босамайын бүгін дедім. Нақты әңгіме. Мен босамайым дәл видео үшін. Мен неге онымен сөйлесіп, мен онымен неге сыйластықпен кетпесем, только видео үшін шығатын болсам, зачем маған? Енді Бекзат сіздің де видео үшін деп сыйласыспен кетіп қалайық деген оймен ғана айтқан болатынмын. Бұл тарапта спрос сенен алсын, мен бармаймын дейді. Спрос
мен одан кейін айттым, Бекзат дедім, мен достарыммен шығам, алынса спрос сенен ал. Өзінің бір таңдауы болатын сияқты. Себебі осында басқа еркек қатысушы шығып алып ортаға маған осы қыздың осы нәрсесі ұнаған жоқ, мен бүйткім келген жоқ дейтін болса, мына жақта тұрып алып қолдайтын адамдар көбірек болады да, бірақ та именно Бекзатқа келген кезде бәрі тұрады да Бекзатқа қарама қарсы, сен неге бүйткен жоқсың, сен неге сөйткен жоқсың дейді. Бекзат пікір айтса, сен ол пікірді айтпай-ақ қойшы, сен осылай сөйлемей ақ қойшы деген әңгімелер болып жатады да, мен түсінбеймін, мына жақта еркектердің көбі бір Бекзатты басынатын сияқты, бір денесіне қарап кішкентай ғой деп, мысы жоқ деп бір басынатын сияқты Бекзатты. Бірақ та осы жерде мен мысалы біз кастингтен бірге келе жатқан кәдімгі араласатын адамдарымызда менің көретін нәрсем просто Бекзат көбінесе шындықты айтады да, бірақ тоқылдақсың деп шығады осы балаға қаратай. Мен білмеймін, егер де қыз Бекзатқа қарай ұнамай тұрса, осы жерде нақты маған ұнаған жоқ осы нәрсесі, мен бүйткен жоқпын деп өзіне мысалы жар таңдауға келіп отқан адам ғой, өзінің жарына да бір талабын қоюға құқылы деп ойлаймын да. Соңғы пікір Расулбек. Былай ғой әңгіме. Бағана енді бұл қыздың айтып отқан нәрсесінде факт болып тұр да, экраннан да көріп жатырмыз, әлеуметтік желіге де салынған екен да. Енді реніші толықтай орынды деп ойлаймын. Үйіндегі әпкесі, ата-анасы сен туралы ой өзгеріп, қандай жігітке барғансың деп айтты. Ал сенің тарапыңнан ешқандай бір факт жоқ, ештеңе жоқ. Просто егер де сол нәрсе дәлелденбей қалса, сен просто өтірікші болып қалуың мүмкін да. Бұл жерде шынымен реніші толықтай. Ал сенде ешқандай жоқ. Ол маған бүйткенде бүйтіп айтып еді, звондағанда сөйтіп айтып еді деп. Хорошо, Расул. Түсініп отырмыз, бірақ бір-бірлеріңізге деген айтып жатқан сөздеріңіз де ауыр, көзқарастарыңыз да жалпы түсінікті болып тұрған сияқты. Көп сөз бай, артық әңгіме айтпай бір-біріміз туралы, таныстық туралы сұрайыншы. Таныстық тоқтайды. Маған керек емес. Мен просто баста айтқаным, Бекзат дедім, өтініп тұрып айттым, сырласуда ше, өтініп тұрып айттым. Мен ештеңе демеймін. Жақсылап кеткенде білем ғой, бірақ кәдімгідей өтірмей айттым да, абыройға кәдімгідей әңгіме сөз келмейтіндей, ортаға талқыланбайтындай болсыншы өтініш деп тұрып айттым да. Келетті Мадинамен кәдімгідей. Маған бір подругаларым не істеп жатса, мен түсінер едім ше. Ладно, мен өзім таңдап барып тұрмын, подруга үшін әңгіме етпеймін да. Маған туысқандарым, папамның қарындастары жіберіп жатқан кезде. Жақсы, түсіндік, Бекзат. Жақсы, болсаған бірден айта салайын бұрыс просто. Мадинаның әңгімесі шықпаса да, бұл таныстық тоқтайтын еді бәрібір. Сондықтан таныстық тоқтайды. Жақсы, рахмет сізге.